75-76 бөлімдері. Бүгінгі эпизодта өте қызықты эпизодтар болады. Сумру Қалилді атады, Бунами үшін 2 әйел таласады және де Нұқтың қатерлі ісікке шалдыққаны баяндалады. Қалил Нұқ пен Мелектің әкесін Сумру атып тастайды. Қалил Сумруды әлі күнге дейін бопсалап, тіпті осы үшін Сумрудың анасын шақырады. Сумрудың анасы өзі атқысы келген. Алайда Сумру артынан еріп келіп, Қалилді қорқытпақ болады. Бірақ бұл қорықпайды. Сумрудың одан сайын намысына тиіп, мен сені кезінде бүйткенмін, мен сені сөйткенмін, қазір сен еркектердің астында жатсың деген секілді намыса тиетін сөздер айтқаннан кейін атып салады. Қалилді атқан соң полиция бөлімшесіне барады. Ал мұнда Джиханның досымын деген Мелекпен кездеседі. Сондағы мақсаты Мелек пен Джиханды ажырастыру. Бірақ Мелек оңайлықпен бас тартпайды. Жек көрсе де амалсыз кездесуге келген. Сумру мен анасы полиция бөліміне келіп, өздерінің кінәларын мойындайды. Бірақ Сумрудың анасы тапаншаны мен аттым, ол менің тапаншам деп, сенің ешқандай жазығың жоқ деп жатыр. Полиция бөлімшесіне тапаншасын тапсырып, біз адам өлтірдік дейді. Таксин мен Нұқ екеуі жұмыс барысында сөйлесіп келе жатыр. Нұқтың басында ісігі бар. Сол ісігі көз алдында 1-2 минутта болып өтіп шығады. Не болды Нұқ дейді. Ештеңе, бәрі жақсы, ештеңе болған жоқ дейді. Алдында милициялар звондап жатыр. Оқиға болды ма? Қандай оқиға болды ма деп сұрады, бірақ ешқандай оқиға тіркелмеген. Біз өлтірдік, шын айтамыз деп. Үйіне жеткен Мелекке анасы Сумру телефон соқты. Біз полиция бөлімшедеміз, біз бір адамды жарақаттадық дейді. Осы кезде Мелек Джиханға телефон соғып, тез анам полиция бөлімшесінде, тез кел дейді. Полиция Сумру айтқан жерге келеді, бірақ ешқандай да айғақ жоқ, қан ізі жоқ, ешқандай қылмыс болмаған. Тіпті бәрі тап-таза. Барлығы полиция бөлімшесіне жиналған. Мелек, Нұқ, Таксин, Джихан, Сумрудың анасы барлығы талқылап жатқан кезде Нұқтың ісігі ұлғайып есінен танып құлайды. Алдында Қалил шынымен де иығынан ғана жарақат алған екен, оны сүртіп жатыр. Тіпті сүртіп жатып, көресіңдер әлі де кек аламын дейді. Хикметтің үйіне ұрлана кіріп, тіпті Хикметтің бөлмесіне жетіп алады. Хикмет таңғалып қалады. Сен мұнда қалай жүрсің, қалай кірдің деп. Түш, үндеме дейді. Ал мұнда Нұқ өмірмен арпалысып ауруханаға жетті. Барлығы жанында. Қалил болса Хикметтің қасына келіп, ақша қайда деп сұрап жатыр. Осы кезде таксинің адамдары, адвокаттары бұрын қол қойған неге келеді? Бұл ақша, Бунамидің ақшасы Жананнан ұрлап алған. Инвестиция құямыз деп. Осының бәрі Хикмет екеуі ұйымдастырған. Хикмет екеуі махаббат құрайын деп жатқан кезде полиция емес, таксинің адамдары келеді. Қазір жаным көт деп ақшаны құлттап тығып, еще кілтін қалтасын салып алады ғой Хикмет. Осыдан кейін даладағы адамдар, сіздің атыңыздағы барлық мүлік таксин атына өтті дейді. Сен алмайды, бірақ қағазын көрсетеді. Қағазды көргеннен кейін барып Хикметтің ашу басына шабады. Бөлмесіне келіп барлық затты қиратады. Бұл қалай болғаны, енді мен не істеймін дейді. Жалғасы бар. Мелек, Сумру, Нұқтың отбасы барлығы ауруханада. Нұқтың қатерлі ауруына шалдыққанын естіген бұлар жылап қалды. Ал мұнда Хикмет бөлмесін қиратып, азан-қазан қылып тастап кеткен. Үйдің сыртында сатылады деген жазу ілінді. Менде қатерлі ісік бар, Нұқ ауруханада жатыр, менде бәрі дұрыс дейді. Ал мұнда Хикмет өзінің ақшасына сеніп, Қалил екеуі ақшаға да суға қарап отыр. Бунами болса көшеде тайраңда жүріп келеді. Мен баймын, менде проблема көп деген секілді өз-өзімен сөйлесіп келе жатқан кезде көшедегі суреттен әйелі Жанан мен Қалилмен кездесіп отқанын көреді. Осы кезде таңғалып қалады. Бұл қатын маған қалай опасыздық жасады, менің көзіме шөп салуға қалай ғана дәті бар дейді. Ал мұнда
Бунамидің тоқалы көңілдесі де болақ. Бунами сыйлаған сыйлықты өткізгісі келеді. Бірақ өкінішке орай Бунами бұны алдаған. Ешқандай да таза бриллиант емес еді. Ауруханада Нұқ барлығы қасында жылы-шырай танытып жатқан кезде Нұқтың қарындасы гүл шоғымен келеді. Тіпті Асатта телефон арқылы сөйлесіп, қал жағдайын сұрайды. Бауырым, ағам қайда екен деп Зумру қуанышты балаларының тату болғанына. Мұнда таксин жазуды алып тастап, енді бұл үй менікі, бұл үй енді иесі мен боламын деп үйге кіріп кетеді. Ал мұнда Жанан газет оқып отырады. Ашуланған Бунами келіп, сен қатын не бүлдірдің? Менің сыртымнан қандай опасыздық жасап жүрсің? Міне, мынау кім? деп сұрайды. Жанан ақталып жатыр, қалай айтарын білмей. Ол кезінде Жананды алдап алып кеткен, бірақ Бунами әлі күнге дейін ақшасын алып кеткенін білмейді. Әйелімен ұрсып жатқан Бунамиге көңілдесі яғни келеді. Сен мен неге алдадың? Сен маған өтірік жүзік беріпсің, бриллиант беріпсің дейді. Осы кезде Жанан, сендер екеуің қандай кезде махаббатқа жүрсіңдер деп ұлы қырғын шығарады. Бунами тек екі ортада ақталып жатыр. Мүмкін емес, өтірік айтады дейді. Бірақ екі әйел қырғын соғысып, ақыры Жанан Эсманың алып кетеді бөлмесіне. Ал мұнда Асат Нұқ үшін, яғни бауыры үшін қан береді. Барлығы көңілді. Рахмет, Нұқ, сенің арқаңда енді аман қалатын болды дейді. Жалғасы бар.